Бүгін 5 кішкентай маман энергосистема мекемесіне келіп, ауқымды әрі маңызды компанияның жұмыс барысымен танысып, әріптестеріміздің қызметін көрді. Привет, меня зовут Лязат, мне 8 лет. Менің атым Ағжан, мен 7-демін. Менің есімім Нұрали, жасым 8-де. Атым Айнарым, мен 9-дамын. Атым Сыртан, мен 6-дамын. Менің әкем энергосистемада энергетик жетіспеушілік жұмыс жасады. Компьютермен және құжаттармен. Ішесі түсініп қалса, сұрайды, қашан ашылады. Сосын папа жауап береді. Папа бізде диспетчер болып істейді. Біздің папа жұмыста монтаждауға звондап оларды жұмыс істемеңдер, тоқтамаңдар деп ойлады. Мой папа работает в энергосистеме и дает людям свет. Адамдарды шақырады, жұмыс істейтін адамдарды сынға жөндеп береміз деп айтады. Бүгін мен әкемнің жұмысын өз көзіммен көрдім, түсіндім және ұнады. Ол халыққа жарық береді. Футболист. Футболдан күшті ойнап, өскенде Ямин Ямал сияқты футболист болғым келеді. Бариста жұмыс істегім келеді. Я хочу стать актершей, чтобы получать много денег. Полицейский болғым келеді. Оларды ұстаймын. Мен жақсы жұмыс істеген үшін ақша аламын. Мен өскенде биші болғым келеді. Қазір мен бимен айналысамын. Біз жақында Ақтауға жарысқа барамыз. Дайындығым жақсы сайысқа. Инженер болып жұмыс істедім. Компьютер қарадым. Құжаттар тексердім. Картаны қарадым. Әріптестерім келді. Диспетчер нұрлы жұмысқа кірісіңдер. Диспетчердің жұмысы күшті. Монтерларға командасын жұмыс істеңдер деп айтады. Жұмысты тоқтатпаңдар деп айтады. Я работаю сегодня в энергосистеме инспектором. Принимаю потребителей. Хамасыва. Менде бір сұрақ бар еді. Менің сұрақтарым жоқ. Сізге көп рахмет.